срочно үйге барып кетейінші бәке. Тыныштық па? Барам да келем. Не болды? Ағам құлап аяғын шығарып алыпшы. Өзің ағаң ба? Туған ағам, иә. Жағдай жақсы ба, басқа жағы аман ба? Аман. Бопты, телефонын білесің жағдай? Кешке барасың ба? Телефонын білдім, бәрі көзбен көріп білейінші бәке. Ғани, қанша жұмыс алыпсамыз, заказ көпіне келді. Сен кетіп қалсаң кім істейтін? Өзім отчет үлгермей жатырмын қазір. Бәке, ол менің жалғыз бауырым, жалғыз ағам. Оның аяғына тікен кірсе менің жүрегім ауырады бәке. Ағаны әке дейін ешкім топ бермейді бәке. Барып, сразу қайтып келе. Болды бәке, келем. Аяғым жақсы бәрі, уайымдамаңдар, бәрі жақсы, мейлі жақсы сәлем айтыңдар. Енім? Ағам, тыныш отырмайсыз ба, өзім айтып кеттім ғой, жеңшеме жұмыстан кейін тасиын деп. Сол жоғарын бір жинап қоя салайын деген ғой. Сынық шақырдыңыз ба енді? Бәрі жақсы. Нормально ма? Бәрі жақсы. Кеттік рентгенге апарайық енді. Бұл не мана аяқ, жабылып кетеді. Аға, сіздің аяғыңызға бір тікен кірсе, менің жүрегім ауырады ғой, аға. Менің жаным ашымағанда кім жаны ашиды сізге? Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар. Аға, не үшін келдің? Менен кешірім сұрамайсыз ба? Не үшін кешірім сұрауым керекпін? Кешірім сұрасаңыз дұрыс болар еді. 2 жылдан бері қайда жүрдің? Тағы ұрыс шығаруға келдің бе? Саған бауыр керек болып қалды ма? Аға, кешірім сұра деген себебім, кім бірінші кешірім сұраса, сол жәннатқа бірінші кіреді екен. Ал мен ағамнан алдын жәннатқа кіргім келмейді. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырларсыз жүгіңде ауыр деме.